Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз 5-ші сыныпқа арналған «Қыз бен Дария» тақырыбында диктант жазамыз. Барлығы мәтінде 100 сөз және мәтін 4 абзацтан тұрады. Алдымен мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Каналға лайк басып, тіркелгендеріңізге, өз пікірлеріңізді жазғандарыңызға көп рахмет. Қыз бен Дария. Жел әлі арғы беттен еді. Толқындар жағаға бұрынғыша шылп-шылп соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан дарияның желді күнгі күйін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болған, бірақ дәл қазіргідей зер салып тыңдамапты. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай, оның не деп жатқанын да түсінді. Көңіліне жақын беймаза үннен дарияның өзін сағынғанын, өзінің дарияны сағынғанын сезді. Арғы беттен соққан жиде гүлінің иісі келді. Өзін рақат сезімге бөлеген жұпар ауаны сарықыз құмарта жұтып, мейірі қанғанша иіскеді. Ендігі бір келгенде Балабекті ерте келермін, деп ойлады ішінен. Қыз тәтті қиял құшағында жатып, кенет әкесін ойлады. Әкесі есіне түскен сәтте қолындағы жыртылған суретке қарады. Осымен достар, мәтінмен таныс болдық, енді диктантымызды жазуға кірісеміз. Алдымен тақырыбын жазамыз. Қыз бен Дария. Жазамыз. Қыз бен Дария. Қыз бен Дария. Бірінші сөйлем. Жел әлі арғы беттен еді. Жазамыз. Жел әлі арғы беттен еді. Сөйлемді тексереміз. Жел әлі арғы беттен еді. Келесі сөйлем. Толқындар жағаға бұрынғыша шылп-шылп соғып жатты. Жазамыз. Толқындар жағаға бұрынғыша шылп-шылп соғып жатты. Сөйлемді тексереміз. Толқындар жағаға бұрынғыша шылп-шылп соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан дарияның желді күнгі күйін тыңдады. Жазамыз. Қыз бұрқырап аққан дарияның желді күнгі күйін тыңдады. Сөйлемді тексереміз. Қыз бұрқырап аққан дарияның желді күнгі күйін тыңдады.
Келесі сөйлем. Ол дария жағасында талай рет болған. Жазамыз. Ол дария жағасында талай рет болған. Сөйлемді тексереміз. Ол дария жағасында талай рет болған. Келесі сөйлем. Бірақ дәл қазіргідей зер салып тыңдамапты. Жазамыз. Бірақ дәл қазіргідей зер салып тыңдамапты. Сөйлемді тексереміз. Бірақ дәл қазіргідей зер салып тыңдамапты. Келесі сөйлем азат жолдан бастап жазамыз. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай. Жазамыз. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай. Сөйлемді тексереміз. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай. Келесі сөйлем. Оның не деп жатқанын да түсінді. Жазамыз. Оның не деп жатқанын да түсінді. Сөйлемді тексереміз. Оның не деп жатқанын да түсінді. Көңіліне жақын беймаза үннен дарияның өзін сағынғанын, өзінің дарияны сағынғанын сезді. Жазамыз. Көңіліне жақын беймаза үннен дарияның өзін сағынғанын өзінің дарияны сағынғанын
сезді. Сөйлемді тексереміз. Көңіліне жақын беймаза үннен Дарияның өзін сағынғанын, өзінің Дарияны сағынғанын сезді. Келесі сөйлем азат жолдан бастап жазылады. Арғы беттен соққан жиде гүлінің иісі келді. Жазамыз. Арғы беттен соққан жиде гүлінің иісі келді. Сөйлемді тексереміз. Арғы беттен соққан жиде гүлінің иісі келді. Келесі сөйлем. Өзін рақат сезімге бөлеген жұпар ауаны сары қыз құмарта жұтып, мейірі қанғанша иіскеді. Бұл сөйлемдегі сары қыз дегеніміз ол қыздың есімі. Жазамыз. Өзін рақат сезімге бөлеген жұпар ауаны сары қыз құмарта жұтып мейірі қанғанша иіскеді. Сөйлемді тексереміз. Өзін рақат сезімге бөлеген жұпар ауаны сары қыз құмарта жұтып, мейірі қанғанша иіскеді. Келесі сөйлем. Ендігі бір келгенде Балабекті ерте келермін, деп ойлады ішінен. Жазамыз. Ендігі бір келгенде Балабекті ерте келермін. Деп ойлады ішінен. Сөйлемді тексереміз. Ендігі бір келгенде Балабекті ерте келермін, деп ойлады ішінен. Келесі сөйлем азат жолдан бастап жазылады. Қыз тәтті қиял құшағында жатып, кенет әкесін ойлады. Жазамыз. Қыз тәтті қиял
құшағында жатып кенет әкесін ойлады. Сөйлемді тексереміз. Қыз тәтті қиял құшағында жатып, кенет әкесін ойлады. Келесі сөйлем, соңғы сөйлем. Әкесі есіне түскен сәтте қолындағы жыртылған суретке қарады. Жазамыз. Әкесі есіне түскен сәтте қолындағы жыртылған суретке қарады. Сөйлемді тексереміз. Әкесі есіне түскен сәтте қолындағы жыртылған суретке қарады. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап толық оқып шығамын. Сіздер өздерің жазғандарыңызды тексеріңіздер. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Мәтінді бағалау критериялары видеоның астында жазулы. Қыз бен Дария. Жел әлі арғы беттен еді. Толқындар жағаға бұрынғыша шылп-шылп соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан дарияның желді күнгі күйін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болған. Бірақ дәл қазіргідей зер салып тыңдамапты. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай. Оның не деп жатқанын да түсінді. Көңіліне жақын беймаза үннен дарияның өзін сағынғанын, өзінің дарияны сағынғанын сезді. Арғы беттен соққан жиде гүлінің иісі келді. Өзін рақат сезімге бөлеген жұпар ауаны сары қыз құмарта жұтып, мейірі қанғанша иіскеді. Ендігі бір келгенде Балабекті ерте келермін, деп ойлады ішінен. Қыз тәтті қиял құшағында жатып, кенет әкесін ойлады. Әкесі есіне түскен сәтте қолындағы жыртылған суретке қарады.